Біздің ауылымызда өте керемет қуанышты сәт. Келешек мектептер жобасы аясында 600 орынға арналған жаңа мектептің ғимараты тапсырылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Президенттің тапсырмасымен балаларға жайлы мекен, қолайлы орта, қауіпсіздік сақтайтын үлкен зәулім ғимарат берілді. Бұл ғимараттың ерекшеліктері өте көп. Балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға жағдай жасалған. Хореография залы, заманауи үлгіде жасақталған акт залы, спорт өнерімен айналысқысы келетін балаларға футбол, баскетбол, хоккей алаңдары, ойын алаңдары балаларға. Осының барлығы бізге бүгін тапсырылып жатыр. Балалар өте қуанышты, ата-аналар да дән риза. Сонымен бірге ерекше білімді қажет ететін балаларға да жағдай жасалған. Арнайы мамандар, логопед, дефектолог, психолог мамандардың кабинеттері. Сонымен бірге инклюзив, сенсор кабинеттерлері бар. Сонымен бірге биыл жаңа оқу жылын 589 оқушымен бастағалы отырмыз. 69 кадр бар. Мұғалімдер оқытатын құрамы жеткілікті. Жаңа оқу жылы құтты болсын, баршаңызға сәттілік әкелсін, шәкірттеріміз білімнің биігінен көріне берсін. Сегодня для нас особый день. Мы начинаем новый учебный год в современном здании школы Келешек мектебі. Новые школы, современные технологии и все необходимые условия открывают для нас широкие возможности, чтобы получать качественное образование и строить свое будущее. Эта школа не только шаг вперед для учеников, а также для всего села, и это наша гордость. Мы, молодое поколение, верим, что своими знаниями внесем вклад в наше развитие страны и выражаем огромную благодарность нашему президенту за новые возможности. Осы мектептің бізге жаңа оқу жылында, жаңа ғимаратта бастау, бұл біз үшін үлкен мәртебе болып есептеледі. Осы біздің жаңа салынған ғимаратымызда жаңа жабдықталған технологиялар бар, жаңадан ыңғайлы коуоркинг аймақтары бар, STEM кабинеттері бар, жаратылыстану бағытындағы көптеген зерттеуге арналған кабинеттер бар. Осы жаңа ғимаратта, жаңа мектепте біз өзіміздің неше түрлі қабілеттерімізді арта аламыз. Спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, барлық өнер жағынан да өзіміздің қабілеттерімізді артып, келешекте сапалы біліммен, сапалы өнермен, сапалы қабілеттермен өзіміздің мемлекетімізге көптеген дамуына үлес қосып, көптеген еңбегімізді сіңіреміз деп есептеймін. Біріншіден, осы Байқоныс ауылына осындай керемет келешек мектебінің ашылуымен құттықтаймыз. Біз жағы Темірлан досым ретінде, партнерім ретінде осы келешек мектепті бірге мәрдігер болдық. Ойдағыдай уақытында аяқтап, жаңағы әкім облысы келіп, осы жергілікті тұрғындар келіп жатыр. 600-дан астам балалар келіпті. Солардың қуанышына көріп, біз де өте қуаныштымыз. Мектеп құтты болсын. Сегодня произвели открытие 2 сентября школы на 600 мест в поселке Дрекино, Байконус. Компания «Алан Инвест» совместно с Центральной групп. Школа на 600 мест, 10 000 квадратных метров, с участием Акима области. Мектеп құтты болсын. Всех поздравляю.